Баршаңызға қайырлы күн достар. Алтынайдан кеңес каналына хош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы кір сабынның қандай пайдасы бар? Бүгін мен сіздерге осы жөнінде ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Күнделікті өмірде біздер кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланамыз, бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы өте көп. Кір сабынның бірінші пайдасы ол адамның қолына жаңа тікен кіріп кеткен кезде осы кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге танып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзімен өзі сыртқа шығады. Кір сабынның екінші пайдасы, егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда шашыңызды кір сабынмен жууға болады. Су сабынды пайдаланып болғаннан кейін артынша басты кір сабынмен жуу керек. Кір сабынның үшінші пайдасы, бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынның 4-ші пайдасы, сулы орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минут күніне иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Кір сабынның 5-ші пайдасы, көгерген, жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараның асқынуынан және оған микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Кір сабынның 6-шы пайдасы, күйіп қалған жараға сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып, ауырғанын басады. 7-ші пайдасы, ит тістеп алған жағдайда, қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Кір сабынның 8-ші пайдасы, ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Жалпы сіздер күнделікті өмірде кір сабынды жиі қолданасыз ба? Сол жөнінде комментарияға жазып кетсеңіздер.